Ең жаман нәрсе ренжіп кінәлай беру. Кемшілігін айтып жамандай беру. Ол нәрсе ең бірінші өзіңізге зиян. Өзіңізді сондай қиындыққа, күйзеліске түсіретін, шаршататын, бақытсыз қылатын, жексұрын қылатын, абыройыңызды төгетін, қадір қасиетіңізді кетіретін ең жаман нәрсе. Сіздің де кемшілік қателіктеріңізді айта берсе, сіз де ашуланасыз. Сіз де жек көріп, сіз де жақтырмайсыз. Сол сияқты сіз де күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің, басқа біреудің қате кемшілігін айта берсеңіз, сіз қанша ақша тапсаңыз да, қанша әдемі сұлу болсаңыз да, қаншама жақсы тірлік істесеңіз де, ол тірлігіңіздің барлығы бір тиын болады. Өйткені кемшілікпен жаратқан бізді Аллах тағала баршамызды. Былай қарап тұрсаң, Аллаға қарсы келуді неге кемшілікпен жаратасың деген сияқты. Неге кемшілік жасайсың деп кінәлаймыз. Немесе мен жақсы болсам да, көп адал еңбек істесем де, маған сондай лайықсыз сынақтар беріп жатыр.